Hello my friends, welcome to our English lesson. Сәлем досым, біздің ағылшын сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыз to be, болу етістігі, яғни to be'дің екінші түрі өткен шақтағы to be. To be'дің осы шақтағы түрін көргілеріңіз келсе, онда біздің каналдағы to be present тақырыбын көруді ұмытпаңыздар. Кеттік. To be, болу етістігі өткен шақта қалай жасалады? Формуласы. Ол үшін әрине бізге көмекші етістер керек болады. I, he, she, it. Есімдіктеріне біз to be'дің өткен шағында was көмекші етістігін қолданамыз. Ал we, you, they есімдіктермен бірге were көмекші етістігі қолданылады.